Ассалаумағалейкум, 31 арнаның тікелей эфирінде Информ бюро. Студияда мен Мақсат Толықбай, алдымен бүгіннің басты жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтсек. Тірі қалған шекарашыны 15 адамды түгел өлтірген мойындағаны рас па? Арқан кергеннің ақиқаты қашан ашылады? Депутаттар үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Қазына қаржысының халыққа жетпей жатқанына үкімет кінәлі ме? Қызылордада маса улаймыз дегендер балаларды улап алған. Қазақта шекарасында отанын қорғаймын деп айдың күннің аманында қаза тапқан сарбаздардың аты жөні бүгін ресми түрде жарияланды. Қыршын кеткен 15 боздаққа кім жауап береді? Қайғылы қанды оқиғаның ақиқаты қашан ашылады? Ал қара жамылған ата-аналар ұлдарының өліміне сенгілері келмейді әлі. Қаза тапқан шекарашылардың екеуі ақтөбелік 21 жастағы Қамбар Ағанас пен 20 жастағы Әли Мақсатов әскер қатарына былтыр шақырылған. Қамбар үйінің тұңғышы жуырда ғана ауылға хат жолдапты. Тіпті анасына арнап өлең шумақтарында жазған. Бірақ бұл хаттың соңғы боларын кім білген? Ал әскерден келген соң жоғарғы оқуға түсем деп аттанған Әли Мақсатов отбасының екіншісі еді. Қаза тапқан сарбаздардың төртеуі әскерге Атыраудан аттанған. Кәмелеттік жасқа енді ғана толып, Мақат ауданынан әскерге кеткен Данияр Балғабаевтың ата-анасы ұлының қазасын тек теледидардан ғана естіп білген. Ақыры әдейілеп Астанаға да барған. Баласының денесін көрсетпек түгілі тілдесуден де бойларын аулақ ұстауға тырысыпты ондағылар. Әскери құпия деп. Дұрыс жауап бермейді бізге. Мана балдар 14 салда өртеніп кетті дейді. Біз оған еш уақытта сенбейміз. Балдарымыз көз алдымызда әлі тірі сияқты. Тұтастай бір жасақтың 14 жауынгерін жер жастандырған Арқан керген бекетіндегі үй осы. Шекарашыларды осы үйде өртеп кеткен. Алайда ресми органдар толық ақпараттар таратқысы келмейді. Ішкі істер министрі Арқан кергеннің ақиқатына жетуге қыстақтан табылған шекарашы себепкер болатынын айтып отыр. Өйткені тірі қалған сарбаздың қалтасынан командирінің қаруы табылған. Сондықтан оқиға басқаша да өрбуі мүмкін. Министрдің болжамы осыған саяды. Кеше кешкісін қыстақтан 15-ші шекарашы ұсталды. Оның қолынан командирдің қаруы алынды. Меніңше бұл оқиға ішкі мәселеге қатысты орын алды деген ұйғарым нақтылануы мүмкін. Тірі қалған Владислав Челах қазір тергеуде. Ақпарат көздері оны ауруханада деп те жазады. Ал оның атасы Владимир Челах 19 жастағы немересінің шекарашыларды өлтіргеніне сенбейді. Есі түзу адам аяқ астынан қалайша барлығын қырып салу мүмкін дейді ол. Оның бар жазығы тірі қалғанында. Елді дүрліктірмеу үшін барлығын енді соның мойнына іле салмақ. Ол қасында жүрген сарбаздарын қалай қырып салады? Ол қатты қорыққандықтан мүмкін қаңғып кеткен шығар. 6 ай ғана қалған. Ол ондайға баратын бала емес. Ал Интерфакс агенттігі Алматы облысы әкімдігіндегі аты жөні көрсетілмеген тұлғаға сілтеме жасай отырып, Челах шекарашылдары өлтіргенін мойындап, барлық кінәні өз мойнына алып отыр деген ақпарат таратты. Әзірге бұл нақтыланбаған дерек. Болат Мүрсәлім, Мақсат Толықбай, Людмила Батюшкина, Информ бюро. Ал бүгін Павлодар қаласының қақ ортасында Арқан керген шекара бекетінде қаза тапқан сарбаздарды еске алу мақсатында шеру өткізілді. Аталған шараны өңірдің жастары ұйымдастырған. Олар ғаламтор арқылы бүгінгі күн ауған ардагерлері саябағында шеру өтетіндігін жариялаған. Оны естіген 150-ден астам колледж және жоғарғы оқу орындарының студенті өз ықтиярымен саябаққа арнай келген. Сөз алған белсенді жастар марқұмдарды еске алып, олардың туыстарына көңіл айтты. Шара соңында жиылған жұрт ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Молодежь сразу пошла. Жастар бұл шеруді бұдан бұрын өткізбек еді. Сіз білесіз, біздің жастар ширақ әрі белсенді. Кеше қаралы күн болған соң бір күн күтіп, бүгін өткіздік. Үкіметке сенімсіздік танытатын кез келді. Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында 2011 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы үкімет есебін талқылау барысында белгілі болған мәліметтерден соң коммунист Владислав Косарев әріптестерін осындай ой тастады. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылайтын есеп комитетінің есебінен белгілі болғандай, үкімет 2011 жылы бюджеттің 42 миллиард теңгесін игермеген. Ол 2011 жылмен салыстырғанда 15%-ға жоғары. Қаржы министрі бюджеттің атқарылуын баяндағанымен есеп комитеті қазына ақшасының қалайша талан-таражы болған тізіп берді. Екі жақты есепті тыңдаған депутаттар ауыл шаруашылық саласына бөлінген бюджет несиесіне шүйлікті. Есеп комитеті берген дерекке сәйкес ұлттық холдингтер мен акционерлік қоғамдардың есеп шоттарында жатқан 96 миллиард теңгеде игерілмей қалыпты. Мысалы, Қазагро холдингі бюджеттік несиелерді қосымша табыс табуға пайдаланған.
Осылайша холдинг асыра сілтеудің арқасында 500 миллион теңге таза табыс тапқан. Мұндай заң бұзушылықтардан соң үкіметке сенім жоғалатыны сөзсіз дейді депутаттар. Үкімет иесін жинауы керек. Қоғамда біз де үкіметтің мұнайға сеніп отырғанын білеміз. Мұнаймен өздерін сақтап отыр. Бұған кім жауапты? Бұдан үкімет халық сенімін жоғалтады. Яғни халық үкіметке сенімсіздік танытады деген сөз. Бұл дұрыс шешім болар еді. Жамбыл облысында тілдерді дамыту басқармасы мен осы басқармаға қарасты мемлекеттік тілді оқыту орталығының басшылары қолға түсті. Оларға қаржы полициясының қызметкерлеріне 1 миллион теңге және 3000 ақш доллар көлемінде пара ұсынды деген айып тағылып отыр. Облыстық тілдерді дамыту және тіл орталығында бірнеше айдан бері аудиторлық тексеру жүргізген. Нәтижесінде тіл орталығының басшысы 1 миллионнан аса мемлекет қаржысын мақсатсыз жұмсаған анықталған. Ал тілдерді дамыту басқармасының бастығы 166 мың теңге бюджет қаржысын іс-сапарға жұмсал деген желеумен талан-таражға салған. Мемлекеттік мекемелердегі бұл былықтарды жылу жабу үшін ол қоспашы аудит сервис серіктестігінің маманына 100 мың теңге пара ұсынады. Және осы арқылы қаржы полициясының қызметкерлеріне 1 миллион теңгемен қосымша 3000 ақш доллар көлемінде пара бермек болады. Алайда заңды белден басқан басшылардың жұмыс әрекеттері жүзеге аспай, жекеменшік пәтерде құзырлы орын қызметкерлеріне ақша беру үстінде қолға түсті. В мае месяце нам обратился. Аталған үш дерек бойынша облыстық қаржы полициясымен қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Аталған азаматтардан қаладан шықпау туралы қолхат алынды. Талдықорғандағы жекеменшік балабақшадан шу шықты. Бүлдіршіндер мекемесінің тазалығына тексеріс жүргізген тазалық дәрігерлері балабақша қызметін тоқтату туралы шешім шығарған. Шығарып қана қоймай, ақша берсең қиындықтан құтыласың деп қоқан-лоққы көрсеткен көрінеді. Қожайынның айтуынша. Алайда бұның жалған екенін жеткізген сес маманы істің ақ-қарасын ажыратып беру үшін сотқа жүгініп отыр. Балабақша тәрбиешілері бүлдіршін тәрбиелеп емес сес мамандармен арпалысып, наразылық қағаздарын жапсырумен жанталасып жүр. Жарнама плакаттар арқылы қарсыласына төтеп беруге дайын екендіктерін дәлелдеп бермек. Ал жекеменшік мекеменің қожайыны Саржан Ержуманов тазалық дәрігерлерінің әрекетіне наразы. Кәсіпкердің айтуынша балабақшадағы әрбір тексеріс бірнеше тәртіп бұзушылықтың бетін ашумен аяқталады. Прямо в территории, рядом находились мои помощники, значит, прямо публично она сказала, без 5000, значит, подписей никаких не будет. Я тут же сообщил, значит, главврачу и акиму города. Я говорю, так-то так, ваши работники пришли, значит, вымогают с меня 5000 долларов. Алайда Алматы облысының санитарлық эпидемиологиялық қызметі ақша боп салады деген кәсіпкер мемлекеттік орындардың заңды талабынан жалтарғысы келеді дейді. Енді балабақша иесі мен тазалық дәрігерінің арасындағы дауға сот төрелік етпек. Өйткені Мәншүк Әжиева жала жапты деп балабақша қожайынын сотқа берген. Вместо того, чтобы устранить нарушения и думая... Балалардың денсаулығын ойлап тазалықты қалпына келтіргеннің орнына ол 2 жыл бойы менің үстімнен шағым түсіріп жүр. Биыл тіпті мен одан 5000 доллар сұрады деп жала жапты. Тараптардың тартысы бірнеше айға созылғанды. Почему вы вам на самом деле дать им время? Пусть они до конца устранят и еще раз проверьте. Если вы не доверяете, значит, пусть областной суд проверит. Алайда сот төрешісінің кеңесіне құлақ асқан қарсыластарды көрмедік. Лимара Салих, Алия Ахмедиева, Айдар Хаджимуратов, Азамат Жанаспаев, Информбюро, Талдықорған. Ал Қызылорда қаласында маса улайтындар 7 айлық нәрестені улап алды. Ескертусіз жүргізілген жұмыстың салдары осылай бір отбасының басына қайғы келе жаздады. Орташа бай емет, бірақ та әлсіз да. Сөйтіп бірінші көмек көрсетіп, облыстық балалар ауруханасына жатқызылды дер кезінде. Қызылорда қаласындағы Ақмешіт шағын ауданындағы көп қабатты үйлердің кіреберістерін масаға қарсы улап жүргендердің жауапсыздығы бір пәтердің иелерін жедел жәрдем шақыртуға мәжбүрледі. 7 айлық нәрестені уланып қалған анасы амалсыздан дәрігерлерге қоңырау шалған. Дәрігерлердің дер кезіндегі көмегінің арқасында ғана 7 айлық азамат аман қалды. Тұрғындар кіреберістерін масаға қарсы улағанын білмеген. Далада жүргенбіз 2 баламен. Бірінші қызымды одеялмен орап кіргізгем. Содан кейін ол жақсы болды. Мынаны екінші одеялмен тағы да кіргізіп үйге алып келгем. Келіп үйге ұйықтай берді, ұйқысынан тұрмады. Сосын жаңа жедел жәрдем шақырып, жаңа нені алып кетті больницаға. Больницаға барғаннан кейін жаңа системамызды алып, содан кейін барып, бір күннен кейін барып тұрдық. Айтпаса ұйықтай берді, тұрмай. Ал Шымкентте жолақы қымбаттады. Маусымның 15-нен бастап 45 теңге, қыркүйек айында 50 теңге болып белгіленбек. Қоғамдық көліктердегі жолақы құнын көтерілу мәселесі бір жылдан астам уақыттан бері жыр болған. Жанармай бағасының өсуін желеу еткен көлік тасымалдаушылар талай рет наразылық танытып қозғалысты тоқтатпақ болған.
Бүгінде Шымкентте 1000-нан астам қоғамдық көлік қызмет көрсетеді. Олардың жарысына жуығы шығынға батқандарын айтып, мүлдем жұмыстарын тоқтатқан. Көлік тасымалдаушылар басқа облыстардағы бағаның шарықтауын желеп өтіп, жергілікті мәслихат депутаттарына талай шағым жазған. Сондай-ақ басқа өңірлердегідей қоғамдық көлік қызметіне әкімдік тарапынан арнайы қаражат бөлу жағын қарастыруды сұрайды. Айта кететін бір жайт, оңтүстік Қазақстан облысы бойынша студенттер мен оқушыларға қоғамдық көлікте жеңілдік жоқ. Бұл алдағы уақытта қаралуы мүмкін. Әзірге жолақысы 35 теңге. Бағаның шарықтауын алдымен зейнеткерлер наразы. Енді жаяу жүруге мүмкін сондай болайын деп жаяу беру керек. Дәріге келсең де, поликлиникаға барсаң да жаяу беріп, жаяу барасың. Атак 50 теңгедегі не деген сұмдық? Оны табуды оңай емес қой. Қарапайым халық қиналады, конечно, мынау пенсияң қосады бір арзымайтын нәрсе. Зато етің пәлен теңге болып атыр ал. Жолақысы 50 теңге өте қымбат қой. Алда көретіндеріңіз. Латвияда қазақтың көк байрағын гейлер шеруінде желбіреткен, бізге енді жетіспеген осы еді. Астанада Аттила мен Құбыжық соғыспақ. Бүгін қазақ балуанымен жекпе-жекке ақштың сайып қыран ұшып келді. Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымыз жалғастырамыз. Бақшамызды таптауға рұқсат жоқ. Бүгін 20 адамнан құралған белсенді аулалардың заңсыз сатылуына қарсы шығып, наразылық акциясын ұйымдастырды. Олардың сөзінше үй арасындағы ауланы бір кәсіпкер сатып алып, онда кеңсене дүкен салмақшы. Талай жылдар бойы бақшаны гүлдендіріп жүрген біздерді демалатын орнымыздан айыруға ешкімнің құқығы жоқ деп отыралар. Нашу землю не дадим! Алматы қаласының тұрғындары өздерінің жан айқайын осылайша қатарға түсіліп, бірінің қолын бір ұстаған күйде білдірді. Олар үйлерінің маңындағы жердің сатылуына наразы. Гүл өсіріп, оны мәпелеп аялап жүргенімізге талай жыл болды. Сондықтан халыққа тиіс бақшаның жерін кім көрінгеннің қолына өтуіне жол бермейміз дейді олар. Қазақтың жер осындай гүлдер өсіреді екен адамдар деп тұр, бұны өсірдік қой біз. Бірақ бәрін незаконным путем әділетсіздік сатып жіберген. Қазір енді бұл кісілер келіп, мұнаның бәрін қоршаймыз, содан кейін бұл жерге офис саламыз деп жатыр ма білмеймін. Сондай-ақ бұл тұрғындар балалардың ойнайтын алаңдарының жоқтығын айтады. Балдарым көп, менің балаларым ойнайтын жер жоқ, постоянно жерде машина өтеді. Хотя бы міне жерде андай не істеп қойса да болады ғой. Бірден келеді ба, балдар шығып кетеді да, қорқасын, қарап отырады. Кейін белгілі болғандай бұл 9 соттық жерді Дмитрий есімді азамат сатып алыпты. Онымен телефон арқылы тілдескенімізде барлық тиісті құжат та, рұқсат та бар деді ол. Ал аудан әкімшілігінің өкілі ол жердің үйлері онсыз да сүрілуге кетеді. Ал ауланың әлде кімдерге сатылуы мүмкін емес деп отыр. Согласно этой программе, бағдарламаға сәйкес бұл үйлер сүрілуге кетеді. Онда жаңа үйлер тұрғызылмақ. Ал аула ол тұрғындар қолданатын ортақ жер, сондықтан оны сатуға болмайды. Шенеуніктер бұл аймақтың барлығы қайта жөндеуден өтеді деп отыр. Гүлі жайқалған бұл аулада болашақта заманауи көп қабатты үйлер тұрғызылмақ. Сондықтан исаңқыған бұл раушан гүлдер қалайда жаңа үйлерге орын беруі тиіс. Аида Боранбай, Ернар Құсайынов, Информбюро, Алматы. Алматы метросын қажетті жабдықтармен қамтамасыз етіп отырған мекеме жұмысшылары 3 айдан бері жалақыларын ала алмай жүр. Жауапкершілігі шектеулі серіктестікте еңбек ететін 150-ге жуық адам басшылық берешегін осы айдың басында береміз деп уәде еткен. Алайда қолымызға соқыр тиын ұстатпады деп отыр. Мемлекеттен қыруар субсидия бөлінсе де айлықтары мерзімінде өтелмей жүрген метро жұмысшыларының наразылығын тілшіміз Жанар Жолтаева тыңдап қайтты. Портал өндірістік техника жасақтау басқармасының 150-ге жуық жұмысшысы 3 айға тиесілі жалақыларын ала алмай келеді. Нардай болып қара жұмыс істеп жүрген азаматтар басшылық арызымызға пысқырып та қарамайды. Ұрыс шығарсақ есікке меңзейді деп отыр. Біз енді ертең негір боламыз бен? Онда қайтару керек. Онда енді сонда біз сендер істегілерің келсе істеңдер, істемесеңдер қайқайыңдар дейді азын. АТ банкіден кредит алған. Міне 3 ай болды, кредитті кешіктіріп төлеймін, біреуден қарыз алып, қашан қарыз алам, тауып алам, сонда төлеймін. Уже пениясы ай сайын 15 мың, 12 мың. Үлкен басшылар алдында ұпай жиып, нысанды уақытылы өткіздік деп көкірек қағу үшін шенділер метро құрылысын аяғына дейін жеткізбей шала күйінде қолданысқа берді. Соны берілген басшылық біздің ақымызбен қоса биылғы жылы бөлінген бюджеттің барлығын құрылыстың кем-кетіктерін жамап сылауға жұмсауда. Ал оның зардабын біз тартып отырмыз дейді наразы топ. Бітпей қалған жұмыстар көп қой, бірақ бұлар істі бітірдік деп ашып алды бәрін. Бітпеген жұмыс көп. Шо шалалықтарға биыл бөлінген ақшаның бәрін соған жіберіп жатыр. Мына жақта бәрін жапа шегіп отқан өзіміз сияқты қарапайым адамдар. Мысалы, мен қазір үйіме барсам, ана баламдан да ұяламын мысалы. Әке мынандай әпер дейді. Мен қайтып әперемін, 3 ай бойы зарплата алғам жоқ, мойнымда мынандай кредит тұр мысалы.
Біздің келгенімізді бейнекамерадан бақылап отырған портал басшылығы бұл мәселе эфирге шықса, барлығыңды жұмыстан қысқартам деп сәлем айтып үлгерген. Енді біз қысқартамыз, 150 адамның қазір 80-ін қысқартамыз, соның ішінде сендер де кетесіңдер деп. Қорқытып жатыр осы. Қорқытып жатыр. Міне жаңа ғана директордан шықтым мен. Мәселенің мән жайын білмекке басшылыққа көтерілдік. Оның айтар уәжі мынадай. В Алматы метро Курулыс создалась такая ситуация, что идут какие-то определенные задержки по деньгам. Выполнение мы делаем, рабочие знают, мы выполняем эти работы, выставляем в Алматы метро Курулыс, но не каким-то неизвестным причинам идут задержки по деньгам от Алматы метро Курулыс. Алайда компанияда бұдан өзге де шешімін таппаған мәселелер жететін көрінеді. Инженер по технике безопасности нас требует, но мы на свои деньги купить не можем, потому что у нас зарплату не выдают. Что нам остается делать? Приходится, вот видите, хожу, нарушаю технику безопасности. А что делать? Были задержки, да, я согласен, задержки, но чтобы 2 года человек не получал спецодежду, летнюю спецодежду, мы вот заказали недавно буквально. Просто заранее так предусмотреть? Заранее у нас были, так сказать, тоже определенные, я сказал, средства, которые не могли, так сказать, в течение 3 месяцев у нас не было денег. Компания басшылығы қоластындағы жұмысшыларды төленбейтін демалысқа шығарып жіберуді де әдетке айландырған. Ойына келсе зейнетке аз қалған ақсақалдарды да жұмыстан босатудан аянбайды дейді ашынған жұрт. Ал Ким мырза болса, жалақы 1 аптадан соң түседі деп уәде етті, алайда әлі де қысқарту болатындығын қадап айтты. Жанар Жолтаева, Айбек Көсембаев, Информер, 31 арна, Алматыдан. Ал Алматы облысының Бақанас ауылындағы медициналық орталықтың дәрігерлері құзырлы орын қызметкерлеріне қарсы шығып, жаппай жұмыстан кететіндерін жеткізді. Оған себеп әріптестеріне әділетсіз айып тағылып, дәрігерлік қызметтен шектетілуі. Дәрігерлер мәселеге республикалық деңгейдегі органдардың араласуын сұрайды. Балқаш ауданы сотының шешімі бойынша анестезиолог Жарқын Беріков пен акушер-гинеколог Жігер Тұржанов 1 жыл дәрігерлік қызмет көрсету құқығынан айырылған. Оларға 35 жастағы жаңа босанған әйелдің өліміне кінәлі деген айып тағылған. Алайда ақ халаттылар өз кінәсін мойындамай отыр. Олардың айтуынша күйеуінің қоқан лоққысы астында қалған аяғы ауыр келіншек ауруханаға келген бетте өлім аузында болған. Не болды, маған не болды дегенде қыз бала айтты, папам итеріп қалды деп. Папам итеріп қалды деп құлаған. Ал енді бұлай енді ойлап қараған кезде, бұлар областной больницада барған кезде, 2-ші суткадан өтіп, 3-ші сутка барған кезде, бұл кісіде әйелде симптом очков деген болған екен. Бұл основной негізі травма кезінде болатын нәрсе. Ал әріптестерін қорғап шешімге қарсы шыққан дәрігерлер құзырлы орган қызметкерлеріне тергеу жұмыстарын қайта жүргізуін талап етіп отыр. Надо сперва установить причину смерти, потом искать виновных. Здесь ищут, значит, виновных, а причину смерти не ищут. Это разве справедливо? Алайда Балқаш ауданының прокурорлары құзырлы орган тарапынан заң бұзу фактісін растамай отыр. Ал 4 баламен жалғыз қалған әке жарының өліміне себепкер болған ақ халаттылардың жеңіл жазамен құтылғанын айтады. Виноваты они или нет, я лично, мое мнение, я считаю, вина ихняя доказана. Ал өлім мен өмір ортасында жұмыс істейтін дәрігерлер, егер айыпталған әріптестері емдеу құқықтарынан айырылатын болса, жаппай жұмыстан кететіндерін жеткізді. Олай болса, онсыз да кадр жетіспеушілігінің тауқыметін тартып отырған аудандық аурухана мүлдем жабылып қалуы мүмкін. Жандия Өсерқұл, Ария Ахмедиева, Информбюро, Алматы облысы. Ұпайымыз тең болсын десеңдер, сендер де менің баламды қағыңдар. 2 баланың өміріне балта шапқан жол көлік апатына кінәлі азаматтың бар айтқан осы. Осылай деген Наида Бакиева көмек сұрап редакциямызға хабарласты. Жасаған қылмысына қарамастан Халил Асланов зардап шеккен бүлдіршіндердің еміне ақша төлегісі келмейді дейді ана. Ал кінәсін мойындаған тараптың жақындары бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Я машины и я боюсь. Болашағына балта шапқан сол бір жол көлік апаты Маликаның жадында мәңгіге сақталған. 7-ші сыныпқа жетпей денесінің бір жағын салғылған қорқынышты оқиға ақыры 12 жастағы жеткіншекті мүгедектер арбасына отырғызғанды. Бұл аздай жағастатқан апатты жағдайдан соң жасөспірімнің кеңірдегіне зақым келіп сөйлей алмай қалған. Какая была, а сейчас уже голова уже что-то не то. И руки, и ноги уже сломанные, уже не хожу я.
Малика апатқа дейінгі жағдайын қолындағы суреттер арқылы көпшілікке көрсеткісі келеді. Өзінің өзгелер сияқты жүргенін, сабаққа барғанын мақтан тұтады. Ал қазір жеткіншек мойнына тікелей жалғанған арнайы құрылғының көмегінсіз демала алмайтын күйге жеткен. Сол бір жол көлік апатының куәгерлері қайғылы оқиғаның қалай болғанын әлі күнге ұмытпапты. Она вот лежала на дороге, пока здесь все разборки. Я вообще думала, что она мертвая. Может, у нее рука вот выломана. Так это. 3 месяца в коме. Ребенок такой добрый, до сих пор за всех переживает. Она уже с собой хотела покончить, вырывала свою трубку. Екі баласын бірдей қағып бас сүйектерін зақымдаған көлік қожайынымен Аида Бакиева бірнеше жыл соттасыпты. Алайда 2 жыл шартты түрде бас бостандығынан айырылған азамат айтуынша Маликаның еміне бар болғаны 13 000 теңге берген. Сол хотя бы көмектессе екен, хотя бы просто аяғын тұрғызып, олардың вообще рахмет айтатын емес. Маликаны мүгедек еткен азаматтың ағасының ұйысы. Халил Асланов Талғардағы тас жолда 2 баланы қаққанын мойындағанымен қоймай, керек қаржысында 1 жыл бойы беріп келді дейді туысқандары. Алайда ақшаның төленгендігі туралы түбіртек жоқ. Өйткені таныс адамдар болғандықтан құжаттарда қағазға тіркелмепті. Когда была авария, брат старший, он все возил в больницу, все везде оплачивал. Почти 1 000 000 денег он не выплатил деньги. Постоянно за операцию, то на лекарства надо, то на это. Каждый день приходил, потому что рядом кафе было. И он выплачивал деньги. Потом уже, когда дело до суда дошло, он отказался от всего. Үлкендердің айтысы Маликаның орнымнан тұрып, анама қолғанат болсам деген арманынан алыс. Десе де жасөспірім шаштарашы болсам деген қиялын бір сәтке жоғалтып көрген емес. 18 жастағы бойжеткеннің бүкіл өмірін талқан еткен жол көлік апаты кінәлі азаматқа кінә артылмаған күйі жабылды. Ал темір тұлпардың тізгін ұстаған жүргізуші 2 баланы қағып, олардың денсаулығына орасан зор зиян келтіргеніне қарамастан, отбасына кешірім сұрап келмеген. Лимара Салиев, Нұрбол Қызықбаев, Информбюро, Алматы облысы. Ал павлодарлық полицейлер жүгенісі кеткен жүргізушілерді тізгіндеудің су жаңа тәсілін ойлап тапты. Олар мектеп маңы және жүргіншілер көп шоғырланған жерлерге қолдан жасалған полицейлерді орнатып жатыр. Осылайша алдартына қарамай қатты жүретін жолаушыларды үрейлендірмек ойда полицейлер. Қызығы сол, қолында радары бар полицейдің макеті мектеп маңына емес, облыстық әкімшіліктің дәл алдына орнатылды. Полицейлер сірә тәртіпсіз жүргізушілер әкімшілік шенеуніктерін қағып кетеме деп қатты уайымдаса керек. На первом этапе мы их... Бұл жолы облыс орталығында орнатып жатырмыз. Одан әрі Ақсу, Екібастұз сияқты қалаларда орнату жоспарлануда. Әуелі сол қалалардың әкімшілігімен келісіп отырмыз. Еліміздің мемлекеттік рәміздеріне қатысты даулар басылмай жатып, бүгін көк туымыздың Ригада өткен гильдердің шеруінде желбірегені белгілі болды. Қазақстаннан барған бірлестік белсенділері Латвия астанасында өткен шеруге қатысқан. Балтық елдерінде қыз-текелер мен лесбиянкалар, транссексуалдардың шеруі осымен 8-ші мәрте өтіп жатыр. Осы жыл алғаш рет қатысып отырған Ресей, Украина, Қырғызстан сынды мемлекеттердің арасында Қазақстанда бар. Барлығы 650 адам аталмыш шараға қатысып отыр. Олар өз мемлекеттерінің туын ұстап жүріп өткен. Еліміздің атынан шеруге комьюнити қоғамдық қоры көк туымызды желбіретіп өткен. Ал мұндай масқара жаңалықты мемлекеттік рәміздерді қорғаушылар қалай қабылдайтыны әзірге белгісіз. Естеріңізге сала кетейік, жақында мемлекеттік комиссия рәміздерді қорлағандарды қылмыстық жауапкершілікке тартатын мәлімдеген еді. Толқын легі Алматыда осындай атпен әнші сазгер Қорлан Картенбаеваның алғашқы күй табағы жарық көрді. Жетіген ұлттық аспабының сүйемелдеуімен өмірге келген шығармаларын таныстыру мақсатында сазгер арнайы кеш өткізді. Мерекелік кештен бұрын баспасөз мәслихатын өткізіп, қуанышты жаңалығымен бөліскен Қорлан күй табақты шығару үшін аз тер төкпегенін айтады. Еңбегінің арқасында қаржы жинаған бойжеткен 1300 ақш долларын жинап, шығармаларын топтаған көрінеді. Аталмыш күй табаққа Балқадиша, Бұлғын Сусар, бір бала сияқты халық әндері мен күйлер енген. Жинақтың толқын легі аталуда тегін емес, осыған дейін жетіген аспабының құлағында еркін ойнаған Қорлан алғашқы өзі шығарған туындысын осылай деп атаған екен. Бұл жерде енді дискінің мақсаты жаңағы аспаптың кеңінен насихатталу, халықты жаңағы сол аспапқа деген қызығушылығын ояту. Сондықтан да мен біріншіден көне заманда ойналатын күйлерден бастадым, кейін халық әндерін қостым. Ал қазақ Аттиласы Төлеген Ақылбеков ақш құбыжығы бопсаппен жекпе-жекке шығады. Алдағы жұма күні елордада әлемдік деңгейде аралас жекпе-жектен халықаралық турнир өтеді. Онда қазақстандық ең мықты деген спортшылар жиналған Алаш Прайд KZ клубы ақш, Ресей, Жапон, Түркия, Оңтүстік Корея, Латвия, Румыния спортшыларымен айқаспақ.
Бұл турнирде спортшылар Қазақстан президентінің кубогіне таласпақ. Осы сайысқа Қазақстан жағынан шақырылған ат әлемге әйгілі спортшы бопсап қатысады. Елордаға бүгін ат басын тіреп, палуандар көзбе-көз кездесті. Бойы 2 метрден асатын, салмағы 170 келі құбыжықты, салмағы 105 келі қазақтың Аттиласы Төлеген бірінші раундта құлатамын деген сенімді. Бәрі Алладан ғой, бірақ әрекет істеймін бірінші раундта оны жеңуге. Айтыңыз ғой, мысалы шоумен, сіздің суреттеріңізді жыртып сыртыңызда. Иә, естіп жатырмын, Алматы аэропортта мен суретін жыртып, мен Төлегенді былай сындырам, басını кесіп алам. Көреміз ғой, кесін. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легосында информбюроның орыс тіліндегі шығарылымын әріптесім Ержан Сүлейменов жалғастырады. 31 арна қосылу болсын, аман сау болыңыздар.